Саламатсыздар ма, құрметті оқырман? Бүгін арнайы тифлотехника құрал түрлерімен таныстырып өтейін. Бұл арнайы жазу құралы темірден немесе пластик түрлері бар. Қағаз, арнайы брайль қағазы қатты болады бұл. Грифель жазу құралы бұл да 5-6 см ұзындығы. Үстінде арнайы саусақ қоятын орын бар. Темір құралда ішінде шегесі бар, соған ілеміз, қағазымыз екі рет басамыз, астын басамыз, сөйтіп қағаз жылжымайды. Енді мына арнайы грифельмен темір жазу құралдың ящиктары бар бетінде. Сол ящиктарда 6 нүкте сияды. Екі бағана, 1, 2, 3, оң жақтағы бағана, сол жақтағы бағана, 4, 5, 6. Мысалы, ата деген сөз жазсақ, 1, А әрпі, Т, 2, 3, 4, 5, А, 1. Сол сөз жазып көрейік оны. А, 2, 3, 4, 6, А. Енді қағаз шығарып, аударып оқимыз. Мұны ата. Құрметті оқырман, егер сіз брайль қарпін меңгергіңіз келсе, мен үйретуге әрқашан дайынмын.